Мынау менің общагам. Мен күнде осылай жатамын осы жерде. Менің атым Рауан, мен осы үшін Астанадан Алматыға көшіп келдім. Мен Астанада жүргенде 8 сынып или 7 сынып I+-та оқып, мұғалімдері математиканы жақсы түсіндіреді екен. Мен өткен математиканы 8 сыныпта уже қойып кеткем. Курсты бітіргеннен кейін вообще есеп шығармайтын. Солай келе-келе ОБТ-дан да аяқтадым. Қайқа түсті дейді, Алматыға түстім деймін. Құтты болсын, әйтеуір грантқа түстің ғой деп айтады. Бірақ менің ең қателік жасаған жерім I+-та 3 айда мен 3 пән ауыстырдым. Бірінші физмат, инфомат, қайтып бар физмат, одан кейін геомат. Ақыры бір шешімге келіп, бір айға алғанда геомат таңдап ELT-ға грантқа түстім. Ата-анам да қимай Астанаға түсе берсе, Астанада Сейфуллин бар, Агарарка, өзіміз түсіріп береміз, платный болса да Астанада қала берді. Жоқ, мен сіздерді қинағым келмейді. Сөйтіп Алматыда оқығым келеді, Алматыда басқа қаланы көргім келеді, Астанада не істей беремін өзімде деп сөйтіп айттым. Универ туралы айтып берейін. Бізде қазір бәрі ремонт жасалған, заманауи, дамыған, мұғалімдері де жақсы, бәрі заманауи, оқуға тұрарлықтай, білімдері де жақсы, мұғалімдері де жақсы. Жолың ашылмай жатса да көмектесіп, ары қарай оқуыңды бітіруге бәрі көмектеседі. Солай универіміз. Вот, осылай менің историям бітті. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астындағы комментария қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Және де iplus.ent каналына тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Енді осылай менің историям бітті. Сау болыңыздар.